Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала осындай бір қағидаларды түсіргеннен кейін және үмбетіне кейін пайғамбарымыздың көңіл күйіне назар аударады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға осы нығметтерді естеріне салып, әдемі баяндарын түсіндіріп жатқан кезде тыңдамайды олар. Сосын олар оны тыңдамайды, өтірікке шығарады, мазақтайды, ауыр сөздер айтады. Бұлай қарасаң, сап-сау адамдар. Абу Жахил, Әл-Валид ибн Ал-Муғира, 50-де, 60-тағы, абыройлы, дүние де бар, мал да бар, күллі нәрсе бар, бала шаға да бар. Сол Меккенің кейбір істеріне жауапты адамдар. Бірақ солар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өтірікке шығарып, сен сиқыршысың, сен жындысың деген сөздерді айтады. Сен өтірікшісің дегендей. Енді бұл нәрсе пайғамбарымыз жүрегіне ауыр тигенде, ол өзіне айтылып жатқан сөз үшін ауыр тимейді. Ол нәрсеге ешқашан уайым қылмайды ол. Дизлайк деген нәрсе мүлде әсер етпейді ол кісіге. Оның уайымдайтын нәрсесі, мыналардың басына бір нәрсе келіп қалса қайтем. Неге бұлар қасарса береді? Неге теріс айналып кетіп қалады? Неге? Ол өзіне байланысты уайымдамайды, құрметті жамағат. Өзіне жан айтылып жатқан сөздерге емес. Сонда Алла тағала айтады: "Ва июказзибука", ей пайғамбар, егер бұлар сені әрдайым сен оларға Құранды сөйлеген кезде сені өтірікке шығаратын болса, сен бір қағиданы есіңе сақтап ал. Фақоды куззибат русулу мин қаблика деген. Яғни, сенен бұрында елшілер өтірікке шығарылған. Сен ең бірінші емессің. Бұл жағдайға кездесіп атқан, жолығып атқан сен ең бірінші емессің. Сенен бұрын елшілердің күллісі өтірікке шығарылған. Ва илаллахи туржаул умур. Күллі істер осы күйінде Раббыңа қарай қайтады. Аллаға қарай қайтарылады да сол күні сот жасалады. Мысалы, Анғам сүресінде осыған ұқсас бір аятта Алла тағала айтады: "Вақад нағламу", расымен де ей пайғамбар біз білеміз, иннаху ла яхзунука аллази яқулун. Олардың саған айтып жатқан осындай сөздері біз сенбейміз, бұл Құран сиқыр, бұл Құран ойдан шығарылған деген сөздерінің барлығы сенің кеудеңе бір ауырлық әкеп атқанын біз білеміз дейді. Сені қайғыртып жатыр дейді бұл нәрсе. Фаиннахум ла юказзибунака. Шындап келгенде олар сені өтірікке шығарып жүрген жоқ дейді. Қараңыздар. Күллі пайғамбарымызды өтірікке шығарып жүрген Меккенің сол дөкейлерінің барлығы ішкі дүниесінде Мұхаммедтің хақ пайғамбар екеніне күмән жоқ негізі жалпы. Біліп тұр, ол сені өтірікке шығарып жатқан жоқ. Сенің адалдығың, сенімділігің, күллі қасиеттерің оларға белгілі, сен пайғамбар болғанға дейін. Көрдіңіз ғой. Бірақ бәсеке, қызғану, көре алмау, неге ол, неге мен деген нәрселермен ауырды олар. Алайда бұл әділетсіздер, неге әділетсіздер дейді? Нығметімді көреді де шүкір етпейтіндер деген сөз. Опасыздар деген сөз. Көрдіңіз ғой? Опасыздар деген сөз да. Алам тара илаллазина баддалу ниғматаллахи куфран дейді Ибрахим сүресінде. Көрмедің бе әлгілерді, ей пайғамбар? Яғни сені өтірікке шығарып атқандар. Олардың сипаты мындай дейді: Алланың нығметіне опасыздық жасап жүргендер ғой дейді. Алланыкін алады да, сосын Алланы танымаймыз дейді. Міне, қиянат қандай. Көрді ма? Айну деп атайды. Бұл қасиет өте жаман қасиеттер. Міне, сол опасыздар шынымен келгенде Алла тағаланың аяттарына біле тұра қарсыласып жүр дейді. Сондықтан бұл нәрсе, бұл заңдылық өмірде болады. Таңдау адамға берілгеннен кейін сенің артыңдағылар иманды таңдады, ал бұлар күпірлікті таңдады.
Пайғамбар, сенің мына түріңе қарайтын болсақ, Алла қаласа еді, күллісін мәжбүрлі түрде мұсылман қылсылар еді дейді. Сен енді Алланың заңдылығын түсінбейтіндерден болмасаш дейді. Таңдау деген нәрсе тұр өмірде. Кім не таңдайды? Соқтан айтады сол жерде. Сенен бұрын елшілердің күллісі өтірікке шығарылған. Не істеді сол кезде ол елшілер десек? Сол елшілер өтірікке шығарылған заманда, олар сол өтірікке шығарылып жатқан қиыншылықты да, өздеріне жаңағындай тигізіліп жатқан зиянды да бәріне сабыр етті дейді. Көрдіңіз ғой? Сабыр етті дейді олар. Қай уақытқа дейін сабыр етіледі? Ол қай уақытқа дейін сабыр етіледі деген кезде Алла Тағала айтады: Алланың жәрдемі келгенге дейін. Міне бұндай сабырды собрун жәмил деп атайды. Қашан тоқтайтын бір Алла білетін сабырлықты. Мысалы жаңағы Алланың жеңісі қашан келетіні белгісіз. Сол күнге дейін мерзімі тек Аллаға белгілі халде сабыр етіп жүруіңізді әдемі сабыр деп атайды. Шындап келген кезде бұл сабырдың өзі шүкірлік. Көрдіңіз ғой? Міне сондықтан есіңде болсын. Жалғыз сен үшін мен сонау заманнан келатқан заңдылықты өзгертпеймін дейді. Алланың заңы өзгермейді. Күллі пайғамбарлардың басынан өткен нәрсе сенің де басыңнан өтеді. Расымен де саған күллі пайғамбарлардың өмір баянынан хабар келді. Сен білесің енді. Не сондықтан олар сені өтірікке шығарар болса, сенен бұрында елшілер өтірікке шығарылған. Бұл істердің барлығы Аллаға қарай қайтады ертең. Және Алла Тағала сот жасайды бұған. Әркім сол күні жауап береді. Сенің міндетің тек жеткізу деп отыр. Жаңағы бірінші бастаған аятымызда Алла Тағала: ей адамдар, Алланың нығметтерін еске алыңдар деген шақыру берсе, мынау аятта қараңыздар не деп жатыр енді? Я айюхан насу, инна ва'даллахи хаққун. Ей адамдар, расымен де Алланың уәдесі хақ. Қиямет сағаты. Күллілерің алдыма келесің деген Алла Тағаланың сөзі хақ. Сондықтан бұл нәрседен алданып кетпеуімізді бұйырады Алла Тағала. Біз мысалы қияметке сеніп жүрміз. Енді осы қияметте не алдап кетуі мүмкін бізді? Не алдап кетуі мүмкін? Яғни күндердің бір күні қауіп, сондай қауіп бар. Біз содан сыйыну керекпіз Аллаға. Ақырет жайына қалып қалатындай жағдай болуы мүмкін. Сонда оған не апаруы мүмкін бізді? Қандай нәрседен сақтану керекпіз онда? Фала тағурраннакумул хаятуд дуния. Бірінші мына нәрсені естеріңде болсын дейді. Дүние тіршілігі сендерді алдап кетпесін дейді. Ол дүние тіршілігін беретін өзім дейді Алла Тағала. Мен саған мансап берем, мұқтаж емеспін. Мансап берем, не істейсің көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, бір хадисінде айтады: инна дуния хулватун хадиратун. Шынымен де бұл дүние дейді, сондай тәтті дейді. Сифатын айтып отыр ғой, жалпы нәпсіге, нәпсімізге сондай. Бұл дүние сондай тәтті дейді, хадира. Жап-жасыл сондай сені шақырып тұрады дейді. Және ол сені өзіне қарай шақырудан ешқашан жалықпайды. Ол сені бұл дүниеден өткізіп жіберіп келесілерін шақырады. Бұл дүние сондай. Сондықтан жаңа пайғамбарымыз не деп жатыр? Бұл дүние сондай тәтті, сондай жағымды, шақырып тұрады сені дейді. Сосын нәрсені айтады: ва инналлаха мустахлифукум фиха фаназирун кайфа та'малун. Алла Тағала сендерді осы дүниеге орналастырды да, енді назар аударады дейді. Қандай амал жасар екенсіңдер деп. Көрдіңіз ғой? Қандай амал жасар екенсіңдер деп енді назар аударады.
мысалы біреумізге байлық береді, бір шұқылап бір нәрсені сатып жүреміз, сонымен Алла тағала реттеген ана жүйені ақырен әкеле жатыр бізді. Кішкене көбірек түсе бастады, бір точка кетті, екі точка кетті дегендей нәрселер кәдімгідей келе жатыр. Еңбектеніп намаз оқып жүрміз, жаңағыдай оразамызды ұстап жүрміз, енді алданамыз. Енді мен жақсы болғаннан кейін беріп жатыр ғой деген нәрселер болуы мүмкін. Жоқ, бұл дүние жақсы болғаннан кейін берілмейді ғой. Бұл дүние Құдай жоқ дегендерге беріліп жатыр ғой. Қалайша бұл дүние тек жақсы болғандарға беріледі? Жақсы болғандарға тек альхамдулилля беріледі. Адасып кетпеу беріледі. Сондықтан жаңағы точкалар өстіп жатқан кезде, сосын Алла тағала бұрынғы уақыттарда періштелер келетін адам бейнесінде. Қазір ондай бізге келмейді, бірақ бізге бір жаңағыдай міскіндер қазір қоғамда келіп өзі бүйтіп келіп қасыңыздан өтуі мүмкін. Сол кезде Алла тағала сенің көзіңнің ақыретке перделеніп қалды ма, перделеніп қалған жоқ па, соны тексереді. Көз міскінді көреді, физикасын көреді, оның түрін көреді, эмоциясын, жағдайын. Бірақ егер перде тұрса ақыретке деген, сіз не аласыз деп мына жаққа қарай бұрыла бересіз. Болды, емтихан бітті. Осы жерде біздің сәнімізде, мәнімізде тоқтады, құрметті жамағат. Егер де енді Алла тағала бізге жақсылық қалайтын болса, мына точкаларды азайтады. Ол оның махаббаты, өйткені қимайды сені адастырып бара жатқан точкаларға. Егер де ол адастыруды қараса ары қарай, мынау одан сайын көбейеді. Сол кезде адам ойлауы мүмкін. Сондықтан Алла тағала алдап кетпесін дейді дүние сендерді. Көрдіңіз ғой. Осы нәрселер біз ойланатын нәрсе да. Сендерді осы дүние қоя берді. Осы дүниеде енді сендер екі нәрседен қатты сақтаныңдар дейді. Біреуі жалпы неден дегенде, әлі еттақуд дүния. Естеріңде болсын, біліп алыңдар, дүниеден абайлаңдар дейді. Дүниенің кез келген бөлігі кіреді ішіне. Мансап, кресло берілген кезде бісміллә деп отыр. Жаңағы креслоға қарап, мына жерге қызығып бүйтіп отыр ма? Бісміллә деп отыр. Сосын есіңе түсір. Осы кресломен қосып алып келеді қиямет күні. Қарамағыңдағы адамдарыңмен қоса. Сосын мойныңа екі қолыңды байлап тастайды дейді. Сосын әрбір адамнан сұрайды дейді, әділ болып бет сенің хақыңа деп. Жоқ, болған жоқ деген нәрселер көбейе берсе, өзіңіз ойлаңыз. Егер аналардың күллісі әділ болды деп нақтайса, сол кезде шешіледі дейді. Бұл әділ жаңағы ұжымын басқарып отқан адамның жағдайы осындай, қараңыз. Әділ адамның өзін былай алып келеді. Сосын жаңағы жақтан расталғаннан кейін шешіледі дейді. Сөйтіп Раббысының жаңағы аршысының көлеңкесінің астына қойылады ол кісі. Көрдіңіз ғой, сондықтан ол үлкен нәрсе бұл сот деген. Қазір ол тек қана кресло. Сосын сенің енді жаңағы мансап, сосын адамдар жүгіріп келіп, әдетте сен келген кезде жерде бір адамдар сізге дейінгі отырған адамға жағымпазданып үйренген. Жүгіріп келіп, не керек дегендей нәрселер. Сол кезде сіз сонымен алданып қалуыңыз да мүмкінсіз. Олар жүгіріп, бүйтіп жүргенге, бүйтіп өсіп, үрле беруіңіз мүмкінсіз, үрліп. Көрдіңіз бе? Үрлесіз. Сол үрлеген кезде, одан біреуге бүйтіп қолыңызды ұстаған кезде қолыңызды бересіз құр. Ол қыспайсыз да қолын. Ол сізге мүлде ешкім емес ол. Ал ол сенің қолыңды ұстайды, бейшара. Бүйтіп қыстым ау деп та. Болды. Сенде ешқандай сезім жоқ ол жерге. Болды. Немене мәселемен келдің? Айт деген сөз. Бітті, мәнің кетті деген сөз Алланың алдында. Енді тек Алла жақсылық қаласа алып қоятын аны. Басқа жол жоқ сені сақтау. Ал егер де адастыруды қаласа ары қарай созады. Қауіпті нәрселер бар осындай. Сондықтан Нәжда аталым бізге айтып жатқаны, дүние сендерді алдап кетпесін дейді. Көрдіңіз ба? Сүлейменге дейін сынады ғой. Аналар, мен әкеп берем деп жатқанда жаңа аршыны. Сүлеймен не деді? Раббымның кеңшілігі ғой дейді. Сәба мемлекетіне хатшы берген кезде, исламға келіңдер, күнге табынатқандарың не сұмдық ол деп хатшы береді ғой. Сол кезде олар біз көп сыйлықтар берсек па деп
жібереді ғой енді дүниені, сонымен басып қойсақ қой деп. Сүлейменов патшалықты күллі жердің бетіне исламды орнату үшін берілген. Сондықтан ол Алланың маған бергені мына бергендеріңнен артық дейді. Ұсынылған нәрсеге сатылмайды. Сатылдық па, болды кеттік деген нәрсе жатады да. Сондықтан жаңа дүниеде, осы дүниеден абай болыңдар дейді. Және де уаттақун ниса дейді. Дүниенің ішінде атақ, мансап, неше түрлі жаңа бөліктері бар. Байлық, мысалы, көп қой. Соның ішіндегі өте бір қауіптісі бар екен. Соны жеке алып шығып сөйлейді. Пайғамбар мұсасы. Уаттақун ниса. Әйелдерден абайлаңдар дейді. Шайтанның ең массовый пораженияға дейін апаратын қаруы бұл. Құлатады еркектерді. Ол солай жаралған Алланың сынағы. Егер ол жаңағы байрақатқа толғаннан кейін Алла тағала бұйырған кимеше жаулығынан ажырақпаса, ол енді біраз нәрсені қозғап жібереді. Үлкен батыр еркектердің мойындары бүйтіп көтеріле бастайды. Сондықтан абайлаңдар дейді әйелдерден. Инна ауала фитнати бани Исраиля канат фин ниса. Сендерден бұрын Тәуратқа ие болған Исраил ұрпақтарын Алланың жолынан тайдырып жіберген ең әуелгі фитна әйелдерге қатысты болған дейді. Көрдіңіз ғой? Міне сондықтан сондай нәрселер бар да. Ал енді бұл дүниенің ішіндегі ең қауіптісі осы әйелдер болса, дүниедегі берілген нәрселердің ең қайырлысы да әйел екен. Қандай әйел деген кезде? Әд-дүния матағун, дүние деген ол саған қызықтауға берілген нәрсе, пайдалануыңа берілген нәрсе, адал жолыңмен әр нәрсені ва хойру матағиха әл-мар'ату солиха дейді. Оның ішіндегі ең қайырлы қызық ол салиқалы әйел дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы нәрсе. Салиқалы әйелді шайтан құрал қылып пайдаланамайды. Ал басқаларды жаңа білімсіз болғаннан кейін, ақырет түсінбегеннен оны құралға жібереді. Сондықтан ол көп жарнамаларда қатысы жоқ, әйел затының мүлде қатысы жоқ бір жарнамаларда ол қатысып жүреді. Неге? Көз деген нәрсе қиын. Мен жаңағы ерлерге айт, Нұр сүресінде мысалы Алла тағала сол бұйырады. Құллил муъминина яғудду мин абсарихим. Айт, иман келтірген ерлерге көздерін тыйсын дейді. Яғни бүйтіп қарап тұрған кезде бір әйел өтіп барады да, көрініп қалған кезде біріншісі ол проблема емес. Қайтып баруы проблема екен. Сосын ол көз қайтып баратын болса, ол кіреді жүрекке. Кіреді. Өйткені ол солай жаралған. Ол нәрсе жаңағы бізді босатып жібереді. Көптеген нәрселерден мақсатың да біраз нәрселердің жайына қалуы мүмкін. Міне сол себептен дүние деген нәрседен абайлаңдар дейді. Оның ішіндегі осы әйел заты өте қиындау нәрселер екен. Сондай-ақ дүниенің құнына байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдемі бір хадисінде баяндайды. Жалпы осы біз таласып жүрген дүние. Мысалы, кейде бір туысқаныңызға көмектесу керек болып қалып, үйіңізде сондай бір не істейміз, кімдерге көмектесеміз бе дегенде, оған неме көмектесеміз, бар ғой өздерінде деген бір сөздер болады мүмкін бізде. Сол кезде бір өте сүйкімсіз боламыз Алланың алдында. Көрсіз, біз ақырет деген перде біраз бүйтіп перделеніп бара жатыр деген сөз. Сосын сенің есебіңе ақыреттік есеп емес, саған мына кішкене дүнияуи есептер кіре бастаған екен. Сен біраз білімің көтерілген екен дүниеге қатысты. Өздері неге нетпейді ол? Анау бар ғой, анадан сұрасын дегендей нәрсе. Бергені болса алсын дегендей бірнеше сөздерді, әдеби сөздерді дейін шығарып атамыз біз. Соның барлығы сол сүйкімсіз сәттерді Алланың алдында. Көріністер сондай жаман. Мен сонда қарасаңыз, дүние үшін біреу-біреуді өлтіріп жатыр бүгін. Дүние үшін біреу-біреуден жаңағы қызғанып жатыр. Біреу-біреуді көре алмай кетіп жатыр. Екі ағайын бар,
10 жыл болған бір-бірін көрмейді, бір дүние үшін да. Осындай жағдайлар, сонда бір-бірімізді өстіп жүрген бұл дүние өзі жалпы Алланың алдында осындай құны тұра ма, тұрмай ма десек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, инна дуния малғуна дейді. Дүние деген қарғалған нәрсе ғой дейді ол. Құрмайдан берілген. Кім өзін дәлелдейді Алланікі екенін? Кім оны дәлелдемесе, онда дүниенікі. Малғуна деген сөзді аямай берген да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мысалы, лағнеттелген деген сөз бар ғой. Енді ол не? Ол Алланың батасын алмаған ол. Алланың батасы ақыретке берілген. Көрдіңіз ғой? Бұл тек сынақ, ортақ нәрсе бұл. Ортақ нәрсе. Жақсыға да жаманға да ортақ нәрсе. Сондықтан бұл дүние дейді, осындай дейді ол. Қарғалған дейді. Мына сөз тіпті ауыр. Оның ішіндегінің күллісінің құны сондай дейді. Ал керек болса онда. Онда не істедік Раббымыз? Алланың елшісі онда қалай шығамыз десе, илля зикрулла. Әрбір нығметті пайдаланып, адал сөзбен альхамдулилля дей бастасаң ғана, сен жаңа қарғыстың ішінен нұр болып шыға бересің. Сенің құның пайда болады. Көрдіңіз ғой? Алланы еске алуды айтпағанда, Алла сүйетін амалдарды сүюді айтпағанда, көрдіңіз ба? Немесе сол жаңағындай Алланың дінін үйретіп жатқан бір ғалымды айтпағанда, немесе жаңа Алланың дінін сол үйреніп жатқан білім алушыларды айтпағанда, мына дүниенің күллісі сондай дейді. Енді ойлана беріңіз. Соқтан онда бұл дүние тұра ма? Бұл дүние үшін ұрысуға біреумен тұрмайды ол. Кәдімгі кішкентай нәрсе үйде, аталы мелочтан тәрбиелей бастайды бізді. Бірақ біз байқамаймыз. Мысалы, үйде сіз телевизор әкеп бүйтіп қойдыңыз. Сосын балаңыз келіп телевизор құлатып алды. Сол кезде көрінеді өзіне не екені. Сол кезде баланы соққылап атқан кезде өте жаман көрініс Алланың алдындағы. Балаң түк емес екен теледидардың қасында. Түк емес екен да. Оны құлатқан Алла. Көрініс қандай нәрсе? Ол жаңағындай мысалы балаңның қателігімен болса да. Болып қойды ғой өйткені. Сол мағынада айтып жатырмын мен. Кім болып қойды ғой, құлап қойды ғой ол. Соқтан жаңағы балаңызды ол дүние үшін ұрып атсаңыз, ол болмайды. Баланы тек бірақ нәрсе үшін ұруға рұқсат етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ол қандай деген кезде, ол Алланың алдындағы, Алланың ісімен байланысты намаз деп аталатын мысалы. Ораза ұстамаса, өтірік айтса мысалы. Көрдіңіз ғой? Сондай нәрселерде балаңды соғып ал дейді. Оның өзінде дейді, оны 3 жыл үйретесің дейді сол нәрсеге. 3 жыл үйретесің дейді. 3 жылдан кейін немқұрайдылық басталса ғана бұрышқа қоясың. Сонда бұл не мағына деген кезде, балаңыз байқайды. Намаз үшін сөйлеспей қоюыңыз мүмкін. Мәселе тек қана ұру емес қой. Қабағыңызды жеткілікті болуы мүмкін. Сөйлеспедіңіз мысалы. Тәрбиелік мақсатта ешқандай агрессия жоқ ол жерде. Түсіндіңіз бе? Агрессия мүлде жоқ. Жақсылық, тәрбиелік мақсатта қабағыңызды көрсеттіңіз, сөйлеспедіңіз немесе жаңа мектепке баратын тиын бермедіңіз. Ал теледидар құлатып алса, графиніңді құлатып алса, үндемейсіз. Бала салыстырады. Ненің бұл дүниеде қымбат екенін сіз үшін. Ал егерде сіз әр нәрсе үшін нетіп атсаңыз, ол еш нәрсені салыстырып үлгермейді. Көрдіңіз бе? Ол жалпы сізді неге мені ұра береді деп ойлайды ол. Міне, өзім бір сондай табыссызбын ба мен, неге ұра береді мені дегендей нәрселерде ойланып жүруім мүмкін да. Соқтан сол нәрсе, құрметті жамағат. Дүниеге деген алданбаудың көріністері өте көп. Балаңызбен қарым-қатынаста да сондай нәрселер болу керек та. Сол дүние сендерді алдап кетпесін дейді. Екінші нәрсе. Дүниеден бөлек тағы бір нәрсе бар ма бізді алдап кететін? Тағала 2 нәрсе бар дейді алдайтын сендерді. Біреуі көздеріңе көрінеді, біреуі көздеріңе көрінбейді. Көздеріңе көрінетіні дүние. Екіншісі көзге көрінбейді. Ол кім деген кезде? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Әлгі алданбаз шайтанды айтып отыр. Әлгі алданбаз дейді. Шайтан деген жоқ. Әлгі алданбаз, алдаушы, арбаушы, сол сендерді алдап кетіп жүрмесін Аллаға қатысты дейді.
яғни алла тағаланың бұйырған тыйған нәрселерін ұмыттырып ештеңе етпейді, кешірілесің, сосын оқисың, ертең деген бір нәрселермен қабірге жетіп қалма деп жатыр бізге. Көрдіңіз ғой, ол алдамшы. Мысалы Ниса сүресінде Алла тағала айтады, жаңа айтты ғой, дүние лағнеттелген деп. Екінші лағнеттелген нәрсе лағанахулло дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ниса сүресінде Алла тағала айтады, лағанахулло, Алла тағала ол шайтанды да лағнеттеген дейді. Тек осы дүниеге белгілі бір уақытқа дейін мұрсат берілді. Имтихан реальный болу үшін мұрсат берілді оған. Бірақ енді Алла тағаланың бізге жасаған рахымы ләйсә ләху жаңағы алейхим мин султанин, оның мүлде ықпалы жоқ дейді сендерге. Оның іші толған саған деген жек көрініш, көре алмаушылық, жолыңның болмауы, адасуың, жаман жолда жүруің, күллі жамандық ішінде саған. Бірақ ықпалы жоқ екен. Ықпал жоқ. Ол Алланың рахымы ма? Рахымы бізге. Олай болса, ол жаңағы ұсынған нәрседе кім кінәлі болады? Біз кінәлі боламыз да таңдаған кезде. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ол Алла тағаланың лағнетіне ұшырады да, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا деді. Әбден Алла тағала мұрсат берілді саған деген сөзі уәдесін алғаннан кейін, ол біледі Алла тағала уәдесін өзгертпейтіндігін, сол кезде ол ішіндегі жамандықты ашты да, ол айтты: әлбетте мен мына сенің құлдарыңның ішінен өз үлесімді аламын дейді. Яғни біразы сенікі болады, біразы менікі болады деп тұр ғой. Қарас қалай болған. Сол жерде екінші жамандығын ашады. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, мен оларды адастырумен боламын қияметке дейін. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, мен оларға үміттер, өтірік армандар себе берем, ертең ала бер, ештеңе етпейді деген сөздерді әкеп тұрам, қасына қалмай әкеп тұрам. وَلَأَمُرُنَّهُمْ, оларға бұйырып та уәсуәс жасап тұрамын. فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ, тіпті анау мал, сиыр, қойға дейін тисе бастайтын болады ғой. Біреудің құйрығын кестіртемін мен. Мен осындай дәрежеге дейін түсіремін дейді бұларды. Малға тиесетін дейді мысалы. وَلَأَمُرُنَّكُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, мен оларға тағы да бұйырып, мына сенің жаратылысыңды өзгертуге дейін ұмтыламын дейді. Мысалы оның ішіндегі ең жаман нәрселері жаңағы біреу өзінің бетін өзгертуі, жаңағы мысалы классикалық операциялар, мысалы қанағат тұтпай басқаша жасауға тырысу, ердің қызға, қыздың ерге айналып жүрген дегендей нәрселер. Яғни бұл соның барлығы уәсуәс, бірақ ешқайсысында ықпал болмаған екен. Тек адам соны өзі қалап таңдайды да соны іске асырады. Юманнихим яғидухум ва юманнихим ва ма яғидухум шайтану илля ғурура дейді. Алла тағала айтады, ол осылайша үмітті себе береді дейді адамдарға. Үмітті себе береді, үміттендіре береді, армандары, қиялдарды қоса береді, уәде бере береді, бірақ шайтан өтіріктен басқаны уәде етпейді, естеріңде болсын дейді. Көрдіңіз ғой. Сонда Алла тағала айтады: «Инна шайтана лакум аду». Ей адамзат, расымен де шайтан сендерге дұшпан. Мына қағиданы қарайық. Шайтан адамға, алейхиссалам, адамзаттың күллі ұрпағына дұшпан. Осы ісінде ол адал өзіне. Ол дұшпан. О да дұшпандықтан басқа. Адамды сүю деген нәрсе, адамзатқа бір сүйіспеншілік жоқ, мүлде дұшпан, таза дұшпан да болды. Сонда Алла бізге мынандай сынақ қалады. Мұсылман үшін ең үлкен амал осы. Мына намаз, ораза, зекет, қажылық деген нәрселердің мысалы негізгі түсінетін бір қағидамыз фаттахизуху адуан. Қараңыз, Алла қандай бұйрық берді бізге.
Ол сендерге сөзсіз дұшпан, сондықтан сендер оны дұшпан қылып алыңдар дейді. Көқада беріп кетіп жатыр. Неге олай айтады? Күн сен менікісің ба, менікі емессің ба дейді. Сонда екі ұғым кетті ғой, дос, дұшпан деген. Атағаны мен досыңмын, ол дұшпаның. Осы қағида өзгеріп кетпесін дейді. Оғбуд роббака хатта яътиякал яқин деп Хижр сүресінде пайғамбарымыз айтқандай, өзіңе өлім келгенге дейін Раббыңа ғибадатта бол. Яғни осындай мағынада. Сөйтіп бізге дұшпан болуды үйретеді. Оның жаңа алдайтын нәрсесіне кішкене уақыттарыңызды алайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Мысалы, Меккелік кезең, Меккеден жаңағы Эфиопияға көшетін кезең, Мединаға көшетін кезең, сосын Мединада жаңағы Бадр шайқасы болатын уақыттарда пайғамбарымыз андай бір хадисті айтады сахабаларға. Жағдаятқа сай, және солардан не талап етілгенін, сол уақытқа сай не талап етілгенін байқайтын. Инна шайтана қағада ли ибни адама би атруқихи. Расымен де шайтан адам баласының күллі жолында отырады дейді. Көзге көрінбейді. Адам білмейді, адам өзі таңдап атқан сияқты болады ғой енді. Бірақ ол жаңа көңіліне өзінің несін салады адамға. Сөйтіп, қағада лаху би тариқил ислами дейді. Пайғамбарымыз салсам жаңа исламға шақырып атқан кезде, сол кезде мысалы бір адам келе жатыр. Мен барып қазір пайғамбарымыздың қасына барып куәлік айтып ислам қабылдаймын деп. Сол адам сөйтіп келіп атқан кезде қыр соңынан қалмайды дейді шайтан, көзіне көрінбейді. Атуслиму деген ойды сала береді екен. Ислам қабылдайсың ба сен? Ва тазару динака, дініңді тастайсың ба? Қараңыз, көкіректе өзімен өзі сөйлетіп баратыр да, дініңді тастайсың ба? Сосын қара қосады, сөздері таңдағанда керемет таңдап қояды жерге. Ва тазару динака ва дина абаика ва абаи абика. Әкеңнің дінін, аталарыңның дінін, соның бәрін тастай саласың ба, опаңай? Осынша жылдық стаждан кейін бара жатсың ба о жаққа деп. Содан адам іште күресіп келетір ғой. Күресіп, фағасоху ва аслама дейді. Сөйтіп жаңа ойлардың бәрін бойұсынбайды да, мұсылмандықты қабылдайды дейді. Сөйтіп ол енді ары қарай келе жатыр. Келесі қадам Эфиопияға, Мединаға көшу деген нәрселер болған кезде, сумма қағада лаху би тариқил хижра дейді. Жаңа хижрат жасайтын кезінде тағы кеп қыр соңынан қалмайды дейді. Сонда айтады, атухажир, сен сонда хижрат қоныс аударайын деп жатсың ба, көшейін деп жатсың ба деп айтады. Ва татруку ардака ва самаака. Сен сонда мына жеріңді, туған отаныңды, мына көк аспаныңды тастап кетпекшісің бе деген сөздерге дейін қосады дейді. Пайғамбарымыз айтып отыр. Ол көшкен деген сөз, ол отансыз қалумен бірдей ғой деген сөзді қосады дейді. Фағасоху фахажара. Сөйтіп оны да тыңдамай хижрат жасап кетеді дейді. Мысалы 100 шақты сахаба Эфиопияға көшіп кетті дегендей мысалы. Сондай сол кезде үшінші жаңа Бадр шайқасы келетін кезде Алла Тағаладан бұйрық шықты. Ақиқат пен жалғанның арасында майдан соғысы, Бадр шайқасында мұсылмандар мен жаңағы кәпірлердің арасында жағы соғыс болатын кезде. Сол кезде соғысқа дайындалып жатқан кезінде, шығайын деп жатқан кезде, қағада лаху би тариқил джихади, сол джихадның жолына отырып алып қыр соңынан қалмай, атужахиду, сен сонда соғысқа, джихадқа шығып бара жатсың ба деп. Сонда айтады, туқотилу ва туқтал, соғысасың, өлесің, тункахул мар'ату, әйеліңді басқа біреу алып кетеді, ва туқсаму малука, малдың ең біреулерге бөлінеді. Сөздер қалай кетеді? Жаңа жеңу керек. Сонда Тағала сол дәрежеге дейін сынайды екен ғой, кеудеңде жаңа бәрі болады. Сонда сынайды да, нені таңдайсың? Сол таңдап өткен кезде сенен сүйкімді құл жоқ қой сол кезде. Соншалықты сүйкімді болады екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, фәмән фағала залика минхум, кімде-кім осындай нәрселерде дейді, шайтан кеп тоқтатып атқан кезде соны жеңіп өтіп шығатын болса, фәкәнә хаққан алаллахи ан юдхилахул жанна. Алла Тағала шынымен дегенде оны міндетіне алды дейді, жәннатқа кіргізіп жіберетін дейді. Көрдіңіз ғой, таңдау деген нәрсе қалай? Сол секілді жаңа бір нәрсені қарайын деп отқан кезде, мысалы, ана жерде бір қыз өтті да, соны бүйтіп қарап қалдым да, сосын екінші рет қара деп жатыр да,
жаңа бойда нелерде гормондар да уже біраз үйреніп қалған, ломка болып жатуы мүмкін мысалы. Сол кезде қарамаймын деп кетіп қалатын болсаңыз, міне, сен сүйіктісің Аллаға. Осы деген нәрсе өз кез келген істе таңдауды дұрыс жасасақ, шайтанды дос тұту, жаңағындай дұшпан тұту деген нәрсе сол екен. Сосын барып хикмет, даналық деген нәрсе келе бастайды екен бізге. Міне мына нәрсені қараңыз. Мысалы, бір мысалы жесір әйелдер болса, сосын жаңағындай жағдайы жоқ, қиын, сосын шайтан оған жаман жолға қарай нәрсеге нетуі мүмкін. Сол кезде шайтан немен қорқытады дейді? Аш-шайтану яғидукумул фақра. Шайтан бітті енді пақыр боласың, пақыр болды енді бітті пақыр боласың деп айта береді дейді. Ва я'мурукум бил фахша, сосын арсыздыққа қарай бұйырады дейді. Істейсіз ашараны, ақшаң болады, не болады, ештеңе етпейді ғой, бір рет істей саласың дегендей. Мысалы сондай нәрселерге қарай итеруі мүмкін екен. Валлаху яғидукум мағфиратан минху. Ал бұл уақытта Алла Тағала саған өзінің кешірімділігін уәде етіп жатады. Ва фадла, сабыр ететін болсаң жағдайыңыз жасаймыз деп өзінің кеңшілігін уәде етіп жатады дейді. Көрдіңіз ғой? Дүние жаңағыдай көрініп тұрады. Мысалы, Аллаху васиғун алим. Міне осындай жағдайда құрметті жамағат, біздің көңіл бөлетін нәрсеміз, кез келген жағдайда таңдау деген нәрсе біздің алдымызға Алла әкеледі. Қарайтын кезде болмайтын нәрсеге қарау, қарамау. Міскінге көмектесетін кезде беру, бермеу. Біреумен жаңа ренжісіп қалған кезде кешіру, кешірмеу. Өз екі нәрсе қоса жүреді. Біреуін Алла ұсынады, біреуін шайтан ұсынады. Сол кезде қайсысын таңдайсың? Көрдіңіз бе? Сол егерде мына жақты таңдайтын болсаң, пайғамбарымыз сүтті таңдағандай. Сол сүтті таңдайтын болсақ, ю'тил хикмата ман яша деп отыр ғой. Даналықты қалаған құлына береді дейді. Ва ман ю'тил хикмата фақад утия хайран касира. Кімге даналық берілсе, оған көп хайыр берілген болды дейді. Даналықтың ең керемет керек жері бізге жаңағы таңдауда. Түсінсіз қандай? Таңдау деген мәселе бар ғой. Сондықтан мына Шаддат ибн Аус деген сахабаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай өсиетін айтады. Я Шаддат ибн Аус, иза раайта ан-наса иктаназу аз-захаба вал-фиддата факниз хаулай калимат. Ей Шаддат, егер де сен адамдардың алтын мен күмістерді қазыналап жинап жатқанын байқайтын заман болса, сен мына сөздерді ғана қазына тұт дейді. Қандай сөздер ол дегенде? Жаңа Аллахумма инни ас'алука сабата фил амри. Аллах Тағала, мен сенен осы дінімде табандылықты сұраймын. Дұғаны қақыңыз ба? Табандылықты сұраймын дейді. Уәл ғазимата алар рушди. Әрдайым парасатқа негізделген шешімді ғана сұраймын. Нәпсіме, ашуыма, сондай нәрсеме беріліп кетпейтін парасатқа негізделген шешімді сұраймын. Ва мужибати рахматик, рахымыңа міндетті түрде жеткізетін амалдарды сұраймын. Ва азайма мағфиратик, сондай-ақ сенің кешіріміне қарай апаратын сондай ниеттерді сұраймын. Әрдайым сондай амалларға ниеттен тұрсам, сол арқылы сен мені кешіре берсең дегендей. Ва ас'алука шукра ниғамика, мен саған осы нығметтеріңе шүкір етіп жүру халін сұраймын. Ва хусна ғибадатика, сондай-ақ жақсы ғибадат қылуымды сұраймын дейді. Ва ас'алука қалбан салима, мен сенен иманы сау жүрек сұраймын. Ва лисанан садиқан, сондай-ақ шыншыл тіл сұраймын дейді. Ва ас'алука мин хайрин ма та'ламу, нәже қараңыздаршы, мен сенен сұраймын хайырдан, сен маған хайыр деп білетін. Мен қызыққан емес. Ва ағузу бика мин шаррин, жағы ма та'ламу, сондай-ақ мен сенен сондай зияндардан сыйынамын, сен оны зиян деп білетін маған. Мен көріп тұрған емес дек. Көрдіңіз ғой? Ва иннака анта алламул ғуюб ва астағфирука лима та'ламу. Сондай-ақ мен сенің мен жайында білетін, бәлкім менің есімнен кетіп қалған шығар ол, сол күнәларыма кешірім сұраймын дейді. Шынымен де сен күллі нәрсені білуші, ғайыптарды білуші сенсің деп, осы қазына дұғасы, жаңағы Шаддат қайтып отқан. Адамдар алтын мен қазынаға үйір болса, сен осы дұғаны сөйлеуге үйір бол дейді. Өйткені бұл бізді дүниеден және шайтаннан да сақтайды.
міне осы нәрсемен бүгінге иншалла аяқтаймыз. Тоқтаған жерімізден Алла тағаланың сәттілігін тілеп келесі жолға нәсіп болсын бәрімізге.